Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздерге үй жағдайында кафельді тазалап, оны жылтырлатуға болатын рецептпен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 1,5 литр жылы суға лимонный кислота қосамыз. 30 грамм, яғни менде 2 пачка 15-15 граммнан болды. Ыдыс-аяқ жуатын кез келген средство. Ыдыс-аяқ жуатын средстводан 3 ас қасық қосатын боламыз. Одан кейін жарты лимонды сығып, видеода да көріп тұрғандарыңызда қосып, араластырып, губканың көмегімен кафельді түгел сүртіп шығатын боламыз. Одан кейін 5 минутқа қойып қойыңыздар. 5 минуттан кейін барлық жерді губкамен, тряпкамен сүртіп шығыңыздар. Менің видеоларымды жатса, маған жазылып, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі кезекте басқа да видеоларды көру үшін. Видеода қарасаңыздар, губканың көмегімен, немесе тряпканың көмегімен бәрі оңай кететін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне таза тряпкамен жуып болғаннан кейін сүрттім. Міне көріп тұрғандарыңыздай бәрі таза, әппақ болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.